Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қожа Ахмет Яссауидің өмірі мен шығармашылығы. Бірінші бөлім Дананың сөзі, ақылдың көзі. Өзіңді танығаның, қақты танығаның дейді ұлы бабамыз Қожа Ахмет Яссауи. Қақ деп отырғаны ақиқат дүниенің кілті. Демек, әрбір адам ең алдыменен өз елінің тарихын, өткенін, ата-бабаларын білуі керек. Біздің бүгінгі сабағымыз ақын, ойшыл, мұсылман дінінің қайраткері, ғұлама ғалым Қожа Ахмет Яссауидің өмірі мен шығармашылығына арналады. Ахмет Яссауи түркі жұртының рухани атасы. Ол қазақ жерін үнді, Қытай, Европамен байланыстырған Түркістан қаласында тұрған. Яссауи ата-анасынан 7 жасында жетім қалып, Түркістанда апасының қолында тәрбиеленеді. Яссауи сопылық әдебиеттің өкілі. Ол бүкіл өмірін исламды уағыздауға, шәкірт тәрбиелеуге арнады. Ал 63 жасында жер астына бір кісілік жертөле қылует жасатып, Мұхаммед пайғамбар жасынан асып кеттім, бұдан әрі өмір сүрем күпірлік болады деп, қалған өмірін сол жер астында өткізген. Оның 2 ұстазы болған, Арыстан баб және Қожа Юсуп Хамадани. Екеуі де дүниеге қызықпайтын, дін тазалығын, адамдық жолын ұстаған кісілер еді. Қожа Ахмет Яссауи де өзіне осы жолды таңдады. Түркістан бабалардың көне қаласы. Ол Қаратау мен Сырдария өзенінің ортасында, Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан. Мұсылман діні келгеннен бастап қала Яссы деп аталған. Ата-бабаларымыз көне заманнан Түркістан топырағына барып тәу етіп қасиет тұтқан. Көне Түркістан топырағында 81 хандар мен билеріміз, батырларымыздың сүйегі жерленген. 1396-1399 жылдары Әмір Темірдің бұйрығымен Қожа Ахмет Яссауи қабірінің басына кесене тұрғызылған. Құрылыстың негізіне жергілікті сәулетті жете меңгерген парсылық шеберлердің жобасы алынған. Кесене жобасы Орталық Азия сәулет өнерінде бұрын-соңды ұшыраспаған шатыр жабу тәсілдері қолданылуымен ерекшеленеді. Кесененің ұзындығы 65,5 метр, ені 46,5 метр. Мұнараларын қоса есептегенде ені 50, биіктігі 40 метр. Орталық бөлмесінің төңірегінде түрлі мақсатқа арналған 35 бөлме орналасқан. Олардың біріне Ахмет Яссауи мүрдесі қойылған. Кесененің ортасында қазандық орналасқан. Мұнда 7 түрлі қымбат металл, алтын, күміс, мыс, мырыш, қалайы, қорғасын, темір қоспасынан құйылған тайқазан бар. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында орналасқан орта ғасырлық сәулет өнерінің ескерткіші. Енді оқушылар Ахмет Яссауидің даналық кітабынан берілген үзіндіден мәнерлеп оқимын. Дүние мүлікке құмартып, жаһан малын жиғандар, құзғын жемін жегендер арамға әбден батпақшы. Молда муфти болғансып, жалған дұға қылғандар, ақты қара дегендер тамұққа барып жатпақшы. Қазы имам атымен қол қойса нақақ жалаға, сол үкімнің салмағы өздерін басып қалмақшы. Арам жеген әкімдер құныққандар параға, өз бармағын тістелеп өкініш отқа жанбақшы. Таңдап тәтті жегендер, атлас қамқа кигендер, алтын таққа мінгендер жермен жер боп жатарды. Кемеңгер бабамыз өз заманының шындығымен қоса, өз өмірінің бүкіл болмысын, ғұмырлық тәжірибесін, ізденістер мен құлшыныстарын, Алланың ақ жолын, ақиқат жолын табу мен тану үшін не істеу керек екендігін өлеңді өрнекпен, ғұламалық тереңдікпен, шын мұсылмандық ұғыммен айтып отырған. Оқушылар, біз Яссауи сақтандырған 5 нәрсемен таныстық. Енді Вен диаграммасы арқылы Ахмет Яссауи мен Абайдың ұқсастығын табамыз. Дәптерлерімізді ашып, жазып отырайық. Яссауи Алланың ақ жолын мойында, мен тәкаппар болма, арыңды сатпа, арамдықтан аулақ бол, еріншек болма деген. Ал Абай ақынымыз өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер, мал шашпақ. Оқушылар, соныменен иманды адам қандай болу керек? Қалай ойлайсыңдар? Соныменен оқушылар, иманды адам шыншыл, ұятты, білімді, ақылды, таза, жүректі адам болуы керек екен. Бүгінгі сабағымыздың оқу тапсырмасы имандылық адам бойындағы ең үлкен қасиет тақырыбында шағын эссе жазу.
Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.